Ал достар, Айгүл Оникпен кездестік. Міне бізге шай құйып жатыр. Бірақ бүгін біз өте бір басқаша бір адам тауып алып, мен байқаған шығарсыздар стористан. Мына жігіт келіп алып бізбен бірге. Не жүрсіздер? Жалпы. Жүреміз өзіміз. Бұл кісі андай эфирде онша сөйлемейді, бірақ өмірде әңгімені жібереді енді. Иә? Ондай бар. Өмірде сөйлесек, өмірде. Бұл жігіт негізі кім саған деп жүрсің? Қалай? Дос екенін білемін де, қай жағынан дос дегенім ғой. Қай жағынан доссың маған? Бала кездегі досым ғой. Қанша жасынан бастап дос? Ой, 7 класстан бері ғой. 7 класстан бері доспыз. 7 класс бала кезде есептеймін. 7 класс деген ол біздің балалық кез ғой негізі. Сіздер енді, сіздердің 7 класстарыңызда сіз уже бой жеткен болып есептелгенсіздер ғой енді. Біз ол кезде кішкене бой жетпегенбіз деген сияқты ғой. Ау, түсінбедім. Не ол. Қасымызда міне біздің братишка бар. Мына жігіт танымадым мен жаңа. Өзімен қасымызға отырып алып білмеймін. Брат, орныңа отырмайтын ба едің сен ар жаққа барып? Кішкене отырдайын. Енді эфирден шыққаннан кейін осы кісімен кездесуге шықтым. Біздің қасымызда нұрты Баги бар. Таужан інісі ғой. Мына кісіні енді біраз адам танитын шығар деп ойлаймын. Тірі екен ғой. Соны айтамын ғой, мен жоқ болып кеткенге бір қайда кетті деген бір ойлар болады. Мен де таппай қалдым кішкене. Сөйтсем бұл жігіт не істеп жүрсіңдер жалпы? Қалайсыз? Жүріп қаладамыз ғой жалпы. Қаладамыз ғой. Кішкене уақыт болмай жүр енді. Шетел, метел, там, туда-сюда. Еще жұмыс бастыма сондай сияқты негізі жалпы. Жұмыс көп істейтін жігіт сияқты. Отношенияға жоқ екен енді, иә? Отношенияға жоқ екен. Ол бар енді. Өмірде бірақ. Өмірге дейді. Өмірде деген қалай еді? Бірақ оны да байқамаймыз, иә? Байқамаймыз? Вообще байқамайсың. Ал қайырлы кеш, біз Ланчжоуға келген болатынбыз. Қасымызда Бека бар. Мәссаған атабағын қара. Аппетит зор дейсің ғой қара. Мощный был. Ана жерде Алишка өзіне манты берді. Прям тыквенный мантыны ұнатады екен. Ланчжоуда прям дәмді дейді ғой. Сол мен өзіме сонымен берген болатынмын. Сонымен жемегелі көп болды. Дәмі өте дәмді дейді және қол жетімді бағасы, сондықтан осы Ланчжоуға келіп, тамақтанып, әбден көңіл көтеріп қайтып. Мощный енді мына достар өліп тұрып кәдімгідей сөйлеуге уақыт болмай жатыр ғой. Сол, ас болсын бізге. Келіңіздер.